Қызыл ірімшік ежелгі ұлттық тағамдардың ішіндегі ең дәмділерінің бірі. Тамақты қуаты мол, берекелі, ұзаққа сақталатын, адам ағзасы үшін аса маңызды тамақтың бірі осы қызыл ірімшік. Жасалуына келетін болсақ, оп-оңай, үйдің сүтінен 3 литр алдым, енді қайнайын дегенде айран құйдым. Көзді ашып жұмғанша сүтім іріп, үйіп іртіктер пайда бола бастады. Сол кезде оттың астын баяулатып, қақпақ астында 3 сағаттай қайнаттым. Сарылау түске ене бастайды. Қантты қостым да 1-2 сағат баяу отта қайнаттым. Уақыт өте ірімшікті сүздім, үстінен ауырлау зат қойдым, сары суын ағыздым. Қатты ауыр зат қоймаймыз, әйтпесе ірімшік құрғақ болып қалады. Минимум 4-5 сағат қойып қойдым, ал ірімшік дайын. Ал Назым апайдың ірімшігінің дәмін көрейік. Дәмділігі және нәрлілігі жағынан едәуір құнды қасиеттерге ие. Астарыңыз дәмді болсын.